әдемісіз жайғасыңыздар. Қалдарыңыз қалай? Бисмилlah. Жақсыздар ма? Қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздерді сағынып та үлгеріппіз. Біз де сіздерді сағындық енді көріп осылай жалғыз жаңағы бір ғана кішкентай мен емес, тағы да бір қуанышты жаңалықпен келгендеріңізді көріп, одан әрі қуанып тұрмыз. Барлығы жақсы ма Бұлбұл? Керемет, қалдарыңыз қалай? Студия деген өзгеріп кетті. Бірінші рет шығып тұрғандай сезім болып тұр. Қазір сіздерді өте қатты сағындық. Керемет, көңіл-күй керемет. Евразия телеарнасының жаңа туған күні құтты болсын. Каналымыз дами берсін, керемет проектлер көбейе берсін дегім келеді. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Енді біздің Қосылайық бағдарламасына келмегелі сіздер қанша уақыт өтті тіпті? Біраздан бері келмедіңіздер. Димаш өсіп қалған. Кәдімгідей үлкен жігіт болып кетіпті өзі. Оның үстіне енді алда тағы да бір кішкентай келе жатқаннан кейін бұл енді екі есе үлкен болып көрінетін шығар сіздерге. Солай шығар. Келмегенімізге көп уақыттай болды. Білмеймін, енді бір жарты жылдан астам болған шығар. Жаңа айтып кеткендей сағынып та үлгеріппіз. Димаш өсіп қалды қазір, боец. Қазір шайқайды үйде. Кішкене ұялып тұрғаны бар, былай шайқайды қазір. Бірақ жатырқап тұрған жоқ, соған қарағанда көп ұзамай басталған сияқты. Біреу ұнамай қалды қазір, шешеді. Ал отбасыларыңыз қалай, анаңыз қалай, жақсы ма бәрі? Анам, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Отбасым қасымда, анам қасымда. Ең бастысы аман есенбіз. Енді Бұлбұл сізде бәрі жақсы ма? Барлығы керемет. Жаңалық деген негізі өте көп. Кейбіреулер Инстаграм желісінен көріп жатқанда шығар. Сондай бір қуанышты жаңалықтармен сіздермен бөлісейік деп, жаңағы қуанышыңды бөліссең көбейеді деп айтып жатады ғой. Солай келіп қалды. Қуаныш болсын. Димаштың артынан енді бір кішкентай сұлу қыз ерейін деп тұр ғой бұйыртса. Енді бір тапсырыспен арнайы дайындалған сияқты. Кәдімгідей өздеріңіз бірінші ұл болсын деп тіледіңіздер, одан кейін қазір енді қыз болсын дедіңіздер ма, әлде тағы бір ұл керек дедіңіздер? Міндетті түрде біріншісін ұлды күткем. Ұл келді, қуанышыма. Бақыттымын ұлды болғаныма. Енді күткенім қыз болды, шынымды айтқанда. Өтірік айтады. Негізі екінші баланы да ұл күтті. Солай ма? Және де менің бір интуициям. Бір өтірік айтайын десем сезеді. Менікі де ұл деп сезіп жүрдім. Соңына дейін ұл деп ойладым. Білмеймін неге бүкіл признактар жаңағы токсикоздың болмауы, жеңіл өтуі барлығы ұлға келді да. Бірақ енді Алланың қалауымен қыз болды. Әрине бақыттымын. Кім болса да бала бергеніне ең бірінші. Сіз өзіңіз қыз қаладыңыз ба? Мен ұл қаладым. Сіз екеуіңіз де тағы да екі ұл болсын дедіңіздер ма сонда? Мынандай момент болған, жаңа бір скринингке барып келеді, кетеді өзі. Кетеді, бір уақыттан кейін, бір сағаттың ішінде звонок түседі. Қоңырау шалады, телефонды көтерсем, жылап еңіреп жатыр ғой. Сондай, маған осындай деп жатыр. Бірақ мен сенбеймін, мен қазір басқа неге барам да, не дейді? Узиға барам да тексеретін болам деген сияқты сондай момент болған. Өйткені өзім, біз Диар деген бір атты таңдап қойдық, сондай бір уже ер азаматты дүниеге алып келген сияқты болып өзім елестетіп жүрдім. Және де енді қыз баланы тәрбиелеу бір қиын сияқты көрінеді. Оны аялап өсіру керек, сондай бір қорғаныс керек деген сияқты. Сонымен іштей ұл қалап едім. Осы 2 жыл болыпты отбасы құрғандарыңызға, бұл енді бұл жақта сәл басқа жалау сезімде тұр. Сонда да эфирге келіп құттықтап кеткендеріңізге рахмет. Қалайсыздар жалпы? Өзім күткен жоқпын, айтылғақ деп ойладым негізі, бірақ шын толғақ сияқты уақыты. Бүгін бір сенші сұрап қалуыңыз мүмкін сияқты ма? Серік сәл уайымдап отқан сияқты. Партнер болып кірген, екінші ретте партнер болып кіреді бұйыртса, Кірес. Ал қалайсыздар? Ата-ана атанып бірінші рет келіп тұр енді студияға. Қалай екен әке болу, ана болу, қандай сезім екен? Өте керемет сезім. Просто ол нәрсені сезіну керек. Өте күшті сезім. Айтып жеткізім мүмкін емес, оны миллион сұрақ қойсаңыздар да. Ана айтып жүрді ғой, ата-ананың қадірін бала болғанда білесіңдер. Сондай болды ма? Сондай болып жатыр қазір. Сіздің сәл қарныңыз шығып, балаларыңыз спокойный ма, әлде бір жылай беретін ба, қалай? Үйренісіп жатсыздар ма, бір привычкалар бар ма? Анасы сияқты. Мінезі тура менің екінші мінезім. Қандай ол? Вспыльчивый.
Есімін кім қойды? бәріміз ақылдасып семейный қойдық бәріміз. Енді бір сол режимға үйреніп жатсыздар ма? Біреу көмектесе ма? Еңілік көмектесе ма? Екі әжеміз бар. Менің мамам. Мұнда бәрі жұғысты болсын деп бүкіл нелерді жеп жатыр енді, тәттілерді. Біз де алып алдық. Жұғысты болсын. Екеуі сөз салып, тойында жүреді қой. Күшті бұл. Уже осындай болады да. Кеше ғана студияда Айбек пен Эдуарды ата-ана атанды деп жүріп сторис түсірген еді мысалы. Ата-ана емес мысалға, өзі ше. Уже ана жақта жүрген. Сіз ана жақта қалып қалдыңыз ба? Шынымен де уақыт деген зымырап, мүмкін аз уақыттың ішінде біз де әке болып отырмыз. Мұнда шашуды ерекше ұстап алған Ақерке жүр. Аузына түкіріп бересіз ба, білмеймін, қасыңыздан шықпай. Маған да қыз бұйырсыншы деп жатыр. Енді шашуды ұстап алдыңыз, иә? Я осылай ұстап алғанмын. Әр жеген кусогыңызды тілеп жеңіз енді. Девушка хочу. Қыз деген күшті ғой. Мұнда қолдаймыз қатты деп жатыр енді. Иә? Сіздің сүйікті жұбыңыз Ақерке мен Нұржан, иә? Бір ұрысып беріңізші екеуіне, біздің қолдаушылардың нервін құртпасын. Съемка болып жатыр, бірақ кішкене форс-мажор ажиотажбен бірге Айдана ханым бар қасында. Форс-мажорымыз. Иә, сондай. 3 локацияға барып жүрміз ғой, макияжымызды қазір әдемілеуге келдік, үстінен дұрыстап, потому что бана бір 3-4 сағатта уже демалыс болып қалды, ортада перерыв болып. Бір ұйықтап тұрғаным бар енді. Сылтырмен барып, қазір тағы дальше түсіреміз. Оңай емес видео түсіру. Сіздерге бір анау свадьбаны көлікпен шыққан кезде бәрі бір 30 секундтық видеоны көрген кезде сіздерге бір бәрі оңай тез түсіріп тастаған сияқты, оның бәрі әжептәуір еңбекті талап етеді. Енді 3-ші локацияға келіп, осылай тамағымды ішіп алдым. Мына жақта қыздар бар, мына кісі бар. Рахмет, тамақ беріп, ой, бұл кісі деген әдемілеп тұрып күтеді. Енді қазір 3-ші локацияға келіп, басқа образдар киіп көрейін деп отырып кеттік енді. 2 жылда мен бұлай ауырмаппын. Мына ауырғаным температура, еще мен давлением низкий, ол қосылып ауырып, тамағым бар, тамағым прям кетіп қалған ғой. В общем, бәрі комбо болып отыр енді. Рекламада не істейді дейсіздер, о мені. Бағана ғана мысалы. Ақерке шай ішіп отыр екен, соған мынандай өзі сияқты. Как мило. Что за нация? Анандай. Школьный кездерде махаббаттар бар ғой, еще түрлі сондай болып тұр, милашка. Қаласың ғой. Тек андай не тоқтуанчы жоқ та, тек бар ғой. Мен сол үшін ғой видеоға түсіріп алғаным бар ғой, үйге алып кетемін, жүрмейді. Қасында отырып жаса деп төбесін. Бала күш жасайды. Пробқа қойсыңыз бассыз. Модель уже емес екенсіз ғой, а? И камера алдың ба не? Эффект түсіре алмайсың ба? Құттысы. Қандай камера алдыңыз? Мына қара. Не камера? Сони ма? Сони. Эффект түсіре алшы.